Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7-ші сынып алгебра 541 есеп. 541 есептің біріншісін шығарайық. Біріншісінде берілгені бізде m куб алынған m квадрат n минус mn квадрат плюс n куб. Енді бұл жерде сіздерге түсінікті болу үшін мен сіздерге былай алайын. Мынаны бір жақшаға, мынаны бір жақшаға алайын. Сол кезде бізде ол былай болады. Тең m куб алынған m квадрат n минус mn квадрат минус n куб. Не себепті мен жерге минус алдым? Себебі мына минус пен минустың көбейтіндісі бізге қосындыны береді. Енді ары қарай шығарайық. Осы жерден біз мына жерде қарасаңыздар m квадрат пен n квадрат шығарып жүрсек болады. Егер де m квадрат шығарып жүретін болсақ, жақшаның ішінде біз m алынған n қалады. Тура солай мына жерде n квадрат шығарып жүреміз. Таңба сол күйінде қалады. n квадрат. Сонда бізде m минус n қалады. Ары қарай шығарайық. Енді қараңыз, жақшалардың ішіндегі біздегі мәндер бірдей. Сол себептен бұл жақшаны біз сол күйінде қалдырамыз. Енді мына жақша сыртындағы мәндерді алатын боламыз. m квадрат минус n квадрат. Яғни бұл жердегі мына ортадағы мән таңба сол күйінде қалады. Енді екіншісін шығарайық балалар. Екіншісін берілген жазайық балалар. Бұл жерде бізде x-тің 5 дәрежесі алынған x-тің 3 дәрежесі қосылған x-тің 2 дәрежесі алынған 1-ге тең. Мұна есептегідей сияқты тағы да бөлім жақша алып көрсетейін сіздерге. Бұл жерде x-тің 5 дәрежесі алынған x-тің 3 дәрежесі қосылған x квадрат алынған 1. Тура осылай ары шығарайық. Енді қарасаңыздар, бұл жерден мына x-тің 3 дәрежесін шығарып жүрсек болады бізге. X-тің 3 дәрежесін шығарып жүрген жағдайда, егер де мәндер бірдей болатын сандардың, яғни олардың мәндер алынатын болады. Сол кезде біз x 5-тен 3 алған кезде x-тің 2 дәрежесі қалады. Алынған 1. Қосу мына жақша сол күйінде қалады. X квадрат минус 1 тең. Ары шығарайық. Мына жақша сол күйінде жазамыз. X квадрат минус 1. Мына жақшанда мына жақ x куб қалды. О жақшаның сыртына енді соны жазамыз. X куб қосылған 1. Яғни балалар, мына жерде біз жақшаның сыртында x3 алдық қой. X-тің 3 дәрежесі. Мына жердегі бір қайдан шықты десеңіздер, мына жердегі жақшаның орнында бізде шығып кеткен екен, оның орнында 1 бар деген сөз. Сол себептен оның орнына 1 деп жазылады. Енді үшіншісін шығарайық балалар. Балалар, үшіншісін шығарайық. Бізде берілген x-тің 4 дәрежесі қосылған x-тің 3 дәрежесі азайтылған x азайтылған 1 тең болады. Енді тура осылай тағы да біз жақшаға алып көрсетсем болады сіздерге. Ол үшін x-тің 4 дәрежесі қосылған x-тің 3 дәрежесі азайтылған x қосылған 1. Енді мына жердегі таңба неге қосу десеңіздер, мына жерде минус пен плюс қатар келген кезде минус таңбасы қойылады. Яғни ол жерде плюс болады, тең болады. Енді бұл жерден біз x3-ті жақсы сыртына шығарып жүрсек болады. x3 мәндер бірлер болса, бірдей болған кезде яғни 4 дәрежеден 3 дәрежені алған кезде бізде x қалады. X қосылған 3-тің орнында бізде 1 қалды деген сөз. Сонымен минус
x қосылған 1. Енді қарасаңыздар, бірінші жақша мен екінші жақшалардың таңбалары бірдей, яғни кезде біз бір мәнді алсақ болады. X қосылған 1. Жақша сыртындағы мән бізде x-тің 3 дәрежесі, яғни мына жерде біздің 1 бар деген сөз. Жақша сыртында. Сонда бізде үшінші есебіміз шықты. Енді төртінші есепті шығарайық. Төртінші берілген жатайық балалар. А-ның 4 дәрежесі қосылған а куб қосылған а қосылған 1. Тең жақша ашылған а-ның 4 дәрежесі қосылған а-ның 3 дәрежесі. Мына есептегідей тура солай. Мынаны бір жақшаға, мынаны бір жақшаға аламын. 3 дәрежесі қосылған а қосылған 1. Тең, мына жерде мен а-ның кубын шығарып жүрсем болады. А куб. Сонда мен мына жерде а қосылған 1 қалады, яғни а куб жақшаны сыртынан шығарып жүргенде орында 1 бар деген сөз. Қосылған, мына мәнді сол күйінде жазам. Тең. Енді екі жақсаның ортақ мәндері 1 болғандықтан, көбейткіштер 1 болғандықтан, а қосылған 1 сол күйінде қалады. Яғни жақша сыртындағы а куб қосылған 1 болады. Яғни мына жерде 1 бар деген сөз. Енді 5-шін жазайық балалар. 5-шінде бізде m-ның 6 дәрежесі минус m-ның 4 дәрежесі қосылған 2m квадрат қосылған 2m квадраты. Тең. Мына жерде балалар бізде 3 екен, кешіріңдер. Қателеп жазып қойып. Енді тура осы жерде тура екі жақшаға ашып жазатын боламыз. m-ның 6 дәрежесі минус m-ның 4 дәрежесі қосылған 2m куб қосылған 2m квадрат. Тең ары қарай жазған кезде біз m-ның 4 дәрежесін жақша сыртына шығарып жүреміз. Сонда бізде ішінде m-ның 2 дәрежесі алынған 1 қалады, балалар. Ары қарай жазайық. Қосылған 2 жақша сыртына біз 2m квадратты шығарып жүрсек болады. Сонда жақшаның ішінде бізде m қалады. Қосылған 1 қалады, балалар. Мына жердің мынаның орнында 1 қалады. Енді ары қарай жазайық. m-ның 4 дәрежесі мына жерде m квадрат минус 1 осы жақшаны ашып жазсақ, бізде m минус 1 m плюс 1 болады. Қосылған, мына жақшаны жазайын, 2m квадрат m қосылған 1. Енді қарасаңыздар, осы жерде екі ортақ көбейткішті алуға болады. Ол үшін m қосылған 1, мынаны аламыз. Қосылған 1, сонда қалғаны, мына жерде мен мынаны бұлай бір-біріне көбейткенде, сонда бізде m-ның 5 дәрежесі азайтылған m-ның 4 дәрежесі қосылған 2m квадрат болады. Болды, теңдік осылай қалады, арғай шықпайды. Балалар алтыншысында дайық. Бұл жерде алтыншысында v квадрат минус 8 минус 6v квадрат минус 12v. Енді қарасаңдар, бізде мына формула бар еді. Осы формулаға саламыз қазір. А куб минус v куб тең болады. А минус v жақшасында а квадрат плюс ав плюс v квадрат. Енді мына жерде бізде беріп тұрған 8, бұл 2-ның кубы деген, 2-ның кубы, яғни 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсең 8 деген мәнді береді. Балалар, яғни осы формулаға салу арқылы біз қазір есепті шығаратын боламыз. Яғни осы жерден біз қазір жақшаға ашып жазамыз. v минус 2 v квадрат қосылған 2v қосылған 4 болады, балалар. 2-ні 4-ке көйткен кезде бізде 8 шығады. Қосылған. Балалар, мынау қазір біздің шығарғанымыз мына жақшаға.
Енді мына жерден біз 6v-ны жақша сыртынан шығарып жіберсек, мына жерде бізде v қалады, минус мына жерде 2 қалады екен, е? Тең ары қарай шығарайық. Яғни бұл жерде енді қарасаңыздар, мына ортақ көбеішкелер табылды. Яғни бұл жерде жақшаны сыртынан шығарып жібереміз, е? v минус 2 жақша ішіне v квадрат қосылған 2v қосылған 4 қосылған 6v. Ары қарай шығарайық. Енді мына жерде қарасаңыздар, 2v мен 6v ұқсас мүшелері. Яғни бұны біз былай жазамыз. v минус 2 v квадрат қосылған 6 мен 2-ні қосамыз, сонда 8v қосылған 4